Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 31 сабақ мектепке барар жолымыз тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтағы бірінші тапсырма оқы. Сипатына қарап, көлік құралдарын ата. Кез келген бір көлікті сипаттап айт. Олай болса балалар, екі аяқты, бір ізді, бұл бізде поезд болады, иә? Ал жолы жер астында, яғни жолы жер астында, бұл бізде метро, иә? Ал екі қанаты бар, бірақ құс емес, бұл әрине ұшақ. Енді балалар, біз осы ұшаққа сипаттама берейік, иә? Ұшақ ауамен тез ұшуға арналған көлік. Оның екі үлкен қанаты алдыңғы жағында қозғалтқышы болады. Ұшақ жоғары биіктікке көтеріліп, алыстағы қалаларға қысқа уақытта жеткізеді. Іші жайлы, ішінде жолаушыларға арналған орындықтар, терезелер, шамдар және қызмет көрсететін персонал болады. Ұшақ аспанда құс сияқты қалықтап, жылдам әрі қауіпсіз жол жүруге мүмкіндік береді. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Түсініп оқы, көшедегі сабақ. Мектептің алдында Исатайды көкесі күтіп тұр екен. Көшенің қиылысына жеткенде қолынан жетектеп алды. Бүгін әдемі апай көшеден қалай өту керектігі туралы айтып берді. Мен енді өзім өте аламын, деп Исатай қолын босатқысы келді. Өте дұрыс болған, деп көкесі қуанып қалды. Бірақ қолын босатпады. Сен енді мұны мектепте де ұмытпа, жарай ма? Сол күннен бастап көкесі мен апасы көшеден қалай өтуді үйретті. Жолда жүру ережелерін сақтауды Исатайдың құлағына құюмен болды. Әне, анау үлкен кісілерде балалар да өтіп жатыр ғой. Біз неге тұрмыз? Деді бірде Исатай шыдамсызданып. Олар көшеде жүру тәртібіне байланысты сабақты нашар оқығандар. Ал сен үздік оқып жүрсің. Жақсы адам шыдамсыз болмау керек, деп көкесі ыңғайға көнбеді. Сөйтіп, Исатай мектепте де, көшеде де сабақ оқи бастады. Мәтіннің авторы Қаржаубай Омарұлы. Балалар, мәтіндегі құлағына құю деген сөз түсіндіру деген мағынаны береді. Үшінші тапсырма. Исатайға көкесі көшеде жүру тәртібі туралы не айтты? Көкесі Исатайға жолда жүру ережелерін сақтау керектігі және шыдамсыздық танытпау керектігі туралы айтты. Мәтін неліктен көшедегі сабақ деп аталған? Исатайға көкесі көшеде жол ережесін сақтау туралы күнделікті айтып, ескертіп жүретін болғандықтан, мәтін көшедегі сабақ деп аталды. Өте дұрыс балалар, көшеде жол жүру ережелерін міндетті түрде сақтаңыздар. Жолда жаңағы бағдаршамның жасыл түсі жанған кезде ғана жүруге рұқсат берілген, иә? Анықта. Төртінші тапсырма, мақал мен мәтіннің қандай байланысы бар? Балалар, бұл жерде бізге сақтықта қорлық жоқ деген мақал берілген екен, иә? Енді бұл мақалдың мәтінмен байланысы жолда жүргенде жол ережесі қатаң түрде сақтау қажет, иә? Жол ережесін сақтай отырып, өзіңнің және өзгелердің өмірін және де денсаулығын сақтайтын боласың, иә? Сондықтан да сақтықта қорлық жоқ деп айтады, иә? Жолда жүру ережесін есіңде сақта. Олай болса балалар, апайларыңыз айтқан жолда жүру ережесін және анаңыздың, ағаңыздың айтқан жолда жүру ережелерін мұқият түрде естеріңізде сақтап, ұмытпай жүргендеріңіз абзал. Қорытындыла. Бесінші тапсырма, жолда жүру ережесін сақтау неліктен маңызды? Балалар, жолда жүру ережесін сақтау адамның өз қауіпсіздігі мен басқалардың өмірін қорғауға көмектеседі. Ережелер қозғалыс тәртібін сақтап, апаттардың алдын алады. Барлығы ережеге бағынғанда жолда тәртіп пен қауіпсіздік орнайды. Үй тапсырмасы. Бұл белгілердің нені білдіретінін анықтап жаз. Олай болса балалар, бізде бірінші белгі ол адам жүріп бара жатыр қара жолақтан, иә? Бұл әрине жаяу жүргінші өткелі. Яғни балалар жаяу адамдар өтетін арнайы орын, иә? Ал екіншісі дәрігерлік көмек, яғни медпункт, медициналық көмек көрсетілетін
орын болып табылады, иә? Ал үшіншісі тамақтану орны, яғни асхана немесе кафелер бар екенін білдіреді. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.